қамырлары жұқа, іштері сочный, мощный әрі дәмді болып шығатын осылай үлкен көлемде сіздермен куриный пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде парақшама тіркеліп, подписка батырмасын басып, қоңырау шанына басып, комментарий қалдырып, менімен бірге жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Өте дәмді әрі керемет рецепті бүгін-ақ отбасыларыңызға жасап беріңіздер, барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Онда бастадық. Ыдысымызға електен шығарылған ұнымызды саламыз. Жарты чайный ложка тұз саламыз. Жарты чайный ложка ас содасын саламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Енді айран саламыз. Менде ашыған айран немесе кефир салсаңыздар да болады. Бөлме температурасында еріп жұмсап тұрған сармайымызды саламыз, және де бір штук жұмыртқамызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Немесе қолдарыңызбен сразу қамыр жасай берсеңіздер болады. Сіздерге толық описанияға бүкіл рецептің толық етіп жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Бізде бұл жерде жұмсақ қамыр болу керек, песочный болып шығады. Біздің куриный пирогымыздың піскен кезінде енді жұмсақ әрі дәмді аузыңызда еретіндей болады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Кішкене қолдарыңызға жабысып баратса, кішкене ұн сеуіп жіберіп, қайтадан жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеп алыңыздар. Қанша көлемде, қанша грамм ұн кеткен сіздерге барлығына описанияға жаңа айтып өткенімде жазып қалдырамын. Енді қамырымызды илеп болды. Қараңыздар, бізде осындай жұмсақ қамыр болу керек. Осы қамырымызды кішкене ұзындау етіп, екіге бөліп аламыз. Бір тестаны үлкендеу, екіншісін кішілеу етіп аламыз. Үлкендеуін астыға, пирогымыздың астыңғысына салынатын үстіне начинка, жаңағы кіші қамырымызды бетіне қойғанға. Енді бізде ішіндегі начинкасына келсек, бір үлкен пиязымызды осылай майда ұсақ етіп турап аламыз. Және де 2-3 штук картошка, жарты помидор тауықтың төс еті керек болады. Бізге жұмсақ, сүйексіз жері керек. Картошканы тура самсаға, ханымға турағандай етіп, осылай майда кубик етіп турайсыздар. Үлкен етіп турамаңыздар. Пирогымыздың ішінде піспей қалады. Біздің бұл пирогымыз 180 градуста небәрі жарты сағатта пісіп шығады. Сондықтан үлкен етіп турамаңыздар картоптарыңызды. 2-3 картошка турасаңыздар жеткілікті. Помидорды не үшін саламыз? Біздің пирогымыздың начинкасы ішінде сулы, әдемі болып, сочный болып шығу үшін саламыз. Ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Осылай майда етіп, соғын шығарып, турап аламыз. Кубик етіп, көріп тұрғандарыңыздай. Енді тауықтың төс етін 250-300 граммдай салсаңыздар болады. Менде бұл жерде 280 граммдай салғанмын. Осылай үлкен етіп турамаңыздар. Піскен кезінде үлкен болып тұрмасын пирогтарыңыздың арасында. Осылай барлығыны бір көлемде етіп турап аламыз. Мощный пирог болады. Міндетті түрде бүгін-ақ жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Енді барлығы начинкамызды ішіне салып, дәмдеріңізге қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Мен қызыл бұрыш қатты көп салмадым, балдарым жейтін болғандықтан. Балдарым кішкене еді. Енді жақсылап араластырамыз. Қолымызбен араластырсақ та болады. Пиязды әбден соғын шығарып, мұжып тұрып салсаңыздар, пирогтарыңыз піскен кезінде өте дәмді, начинкасы сулы болып, әдемі болып шығады. Жаңағы тындырып қойған қамырымызды үлкенін алып, қамырға булап, жақсылап жайып аламыз, жұқа етіп. Мен әселпештің домалақ үлкен листына жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Бірақ кішкентай листке жасамаңыздар, қамырларыңыз қалың болып қалады. Піскен кезінде аралары піспей қалуы мүмкін. Сондықтан мен осылай үлкен етіп, үлкен көлемде жасадым. Осылай домалақ етіп, барлық жерін бірдей етіп, біркелкі етіп жайып аламыз. Ұнымызды сеуіп, ұнды қорықпастан сеуіп беріңіздер. Жайып алдық. Енді оқтауымызға орап, жаңағы листіміздің ішіне алып келіп, осылай орналастырып аламыз. Жаңағы дайындап алған сочный начинкамызды саламыз. Бүкіл жеріне енді біркелкі етіп, қасықтың көмегімен немесе лопатамен бірдей етіп жайып аласыздар. Шетіне кішкене қатты тақап жаймаңыздар. Шетін өрген кезде кішкене ыңғайсыз болады.
Енді кішкене алып қойған қамырымызды да ұн сеуіп жақсылап екі жағын айналдыра отырып осылай домалақ чуха етіп жайып аламыз. Бұл қамыр бізде жаңағы қамырдан да чуха болады. Көріп тұрғандарыңыздай ең бетіне қойылатын қамырымыз. Жеген кездеріңізде песочный болып, үгілмелі болып, өте әдемі болып шығады. Жаңағы дайындап алған начинканың үстінен қамырымызды төсеп, шеттерін жабыстырып шығамыз. Енді шетіне узор етіп, піскен кезінде ашылып кетпесін, ішіндегі соктары сыртқа шығып кетеді. Өзінің ішінде піскені өте әдемі болып шығады. Шеттерін жабыстырып, осылай узорлармен өріп шықсаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді. Піскен кезде де, қонақтар келген кезде де дастарханға өте әдемі көрінеді. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. 30 минутта пісіп шығады біздің пирогымыз. Көп күтіп отпайсыздар. Бір жұмыртқаның сарысын бетіне, пирогымыздың бетіне жағып аламыз. Бірінші қамырымыздың ортасын кеспей тұрыңыздар. Бірінші жұмыртқаның бүкіл жеріне жақсылап бір тегісті етіп жағыңыздар. Піскен кезінде қиып қызыл болып, әдемі болып шығады, аппетитный болып. Енді тура ортасынан осылай пилюстетіп кесіп аламыз. Піскен кезінде газ араларына ыстық кіріп, ауа кіріп, іштері полный пісу үшін осылай кесіп қойыңыздар. Бетіне әсемдеп, сәндеп осылай күнжіт сепсеңіздер болады, немесе мак сеуіңіздер. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің пирогымыз пісті, өте әдемі болып шыққан, іштері сочный, беттері жұмсақ. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Біз бір отырған кезде жартысын жеп қойдық, жолдасым екеуміз. Жолдасым бұрында істеген кезде ешқашан бүйтіп екеу-үшеуден жемеген. Бұл жолы өте керемет болыпты. Өзіме де ұнады, үйдегілерге ұнады, бала-шағам да рахаттанып жеп алды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, кесілу өте оңай. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, подписка жасап, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі рецепт салған кезде сіздерге уведомление болып, SMS болып келетін болады.